Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Менің есімім Қуанышбек Әйгерім Құрбанәліқызы, Түркістан Ахмет Яссауи кәсіби колледжінің арнайы пән оқытушысы боламын. Бүгінгі біздің бейне сабағымыздың тақырыбы ақпаратты қорғау тәсілдері. Ақпаратты қорғау тәсілдеріне тоқталайық. Ақпаратты қорғау амалдары мен тәсілдері деп, ақпаратты ағып кетуден, ұрлаудан, өзгертуден, рұқсатсыз көшіру мен жоюдан қорғау мақсатында жасалатын әрекеттер жиынын айтамыз. Ақпаратты қорғау амалдарының мақсаттары. Бірінші, бұл ақпараттық жүйе администраторын тексеру ықтималдылығын ойластыру, залалданған жүйенің фактілерін анықтау. Екінші, ақпараттық инфекцияның нәтижесінің әсерін азайту, вирустардың жайылып кетпеуін қадағалау немесе жою. Үшінші, ақпараттық жүйенің ақпараттарын қалпына келтіру. Ақпараттық жүйенің қорғаныс жүйесін құру келесі принциптерге негізделеді. Бірінші, жүйенің өсуінің үзіліссіз принципі. Бұл принцип компьютерлік ақпараттық жүйе үшін негізге алатын принциптердің бірі, және де ол ақпараттық қауіпсіздік жүйесі үшін актуальды. Екінші, бекітілмеген енуге рұқсат беру әрекетін тіркеу және толықтай бақылау, яғни әрбір оқушының бірегейлігін толығымен қондыру қажеттілігін және оның әрекетін хаттамалау. Үшінші, функцияланбаған, яғни қорғаныс жүйесіне бақылауды қамтамасыз ету. Қорғаныс механизмінің жұмыс жасау қабілеттілігіне бақылау жасау құралдарын немесе тәсілдерін құру. Тәртіп белгілеу амалы. Қорғалатын ақпаратты сақтау және жіберу кезінде қорғау стандарттары мен нормаларын үлкен дәрежеде орындауға автоматтандыру. Еріксіз көндіру амалы. Ақпараттық жүйе қызметкерін немесе қолданушысын қорғалған ақпаратты сақтау немесе жіберу кезінде еріксіз өңдеу ережелерін сақтауға көндіру арқылы орындалатын қорғаныс тәсілі. Ақпараттық амалдар. Есептеуіш техникаға қондырылатын құрылғы немесе онымен стандартты интерфейс арқылы байланысатын құрылғы. Физикалық амалдар. Қаскүнемнің физикалық енуіне қарсы тұратын әртүрлі инженерлік құралдар мен құрылғылар. Ол персоналға материалдық, қаржылық және ақпараттық құралдарын заңға қарсы әрекеттен сақтайды. Физикалық амалдардың мысалдары есіктегі кілттер, терезелердегі торлар, электронды қорғаныс сигналдарын қою амалдары және тағы басқа. Ақпаратты қорғаудың объектіге байланысты негізгі әдістері. Ақпараттық негізгі объектілер ақпараттық ресурстар. Бұл ресурстарда мемлекеттік құпияларға және құпия мәліметтерге қатысты ақпарат болуы мүмкін. Екінші, ақпараттандыру құралдары мен жүйелері, бағдарламалық құралдар, байланыс жүйелері. Яғни бұған тек жабық ақпаратты өңдейтін құралдар мен жүйелер жатқызамыз. Мұндай жүйелер мен құралдар деректерді өңдеудің, қабылдаудың, берудің және сақтаудың техникалық құралдары болып саналады. Ақпараттандыру құралдарына жатпайтын, бірақ құпия деректер өңделетін үй-жайларда орналасқан техникалық құралдар мен жүйелер. Бұл техникалық құралдар мен жүйелер көмекші болып табылады. Ақпараттық қорғаудың кең таралған әдістері. Бірінші, кедергі. Қорғалатын ақпараттың тасымалдаушыларына барудың физикалық шектелуін білдіреді. Екінші, қатынасты басқару. Бақылау арқылы ақпараттық ресурстарды қорғауды білдіреді. Бұл әдістерге техникалық және бағдарламалық құралдар, сондай-ақ мәліметтер базасының элементтері кіреді. Камуфляж. Криптографиялық жабуды білдіретін ақпаратты қорғау. Ұзақ арналар арқылы деректерді беру кезінде ең сенімді болып саналады. Регламенттеу. Рұқсат етілмеген қол жеткізуді, ықтималдылығы аз болатын ақпараттық деректерді қорғауды қамтиды. Мәжбүрлеу. Жүйенің қызметкерлері мен пайдаланушылары барлық қорғалған деректерді беру, өңдеу және пайдалану ережелерін сақтауы керек. Осы шарттар орындалмаса, олар әкімшілік немесе материалдық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Мотивация. Қызметкерлер мен пайдаланушыларды этикалық және моральдық нормаларды сақтай отырып, белгіленген тәртіпті сақтауға шақыратын ақпаратты қорғаудың әдісі. Қол жеткізуді шектейтін ақпаратты қорғау әдістеріне мыналар жатады. Компьютерлік желі ресурстарын, оларды пайдаланушылар мен персоналды сәйкестендіру. Келесі, кіру кезінде көрсетілген идентификатор бойынша объектіні анықтау немесе аутентификация әдісі. Белгіленген ережелерге сәйкес тәуліктің, күннің, ресурстардың және сұратылған процедуралардың сәйкестілігін талдаудан тұратын билікті бақылау.
жұмыс уақытының ауқымын шешу үшін регламентті белгілеу, қорғалған ресурстарға әр өтінішті тіркеу, рұқсат етілмеген кіру әрекеті кезінде шектеу реакциясын құру. Ақпаратты қорғаудың техникалық әдістері. Техникалық әдістерге келесілерді жатқызамыз: қашықтықтан сақтауды және маңызды ақпараттың сақтық көшірмесін тұрақты түрде қамтамасыз ету. Екінші, маңызды ақпаратты қамтитын барлық ішкі жүйелердің артықтығымен қайталануы. Үшінші, желілік ресурстарды және жеке элементтерінің жұмысы бұзылған жағдайда қайта бөлу. Бесінші, резервтік қуат жүйелерін пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету. Өрт немесе компьютерлік техниканың зақымдануы кезінде ақпараттық қауіпсіздікті және тиісті қорғанысты қамтамасыз ету. Рұқсат етілмеген қолжетімділік жағдайында ақпараттық дерекқорлардың жеткілікті қорғалуын қамтамасыз ете алатын осындай бағдарламалық жасақтаманы орнату. Қауіпсіздік қызметінің құзыретіне міндетті түрде ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық құралдарының кешенін жатқызуға болады. Көбінесе құзыретті мамандар ақпаратты қорғаудың келесі әдістерін қолданады. Бірінші, құпия ақпаратпен және компьютерлік техникамен жұмыс істеу ережелерін белгілейтін ішкі нормативтік құжаттарды әзірлейді. Екінші, құпия деректердің сақталуына байланысты персоналды мерзімді тексерулер мен оқыту жүргізіледі. Сонымен қатар, қызметкерлерге өзінің кәсіби қызметі барысында белгілі болған ақпаратты заңсыз пайдаланғаны немесе жария еткені үшін жауаптылығы айқын жазылған еңбек шартына қосымша келісімдерге қол қоюды бастауы керек. Қауіпсіздік қызметі сонымен қатар ең маңызды ақпарат тек бір қызметкерге қолжетімді болған жағдайларды болдырмау үшін жауапкершілік салаларын шектеуі керек. Ақпаратты қорғаудың жоғарыда аталған әдістерінен басқа, құзыретті қызметкерлер жалпы жұмыс әдістерінен процесінің бағдарламасында жұмысты ұйымдастырып, әсіресе маңызды файлдарды желілік диск жетектерінен тыс сақталмауын қадағалауы шарт. Назарларыңызға рахмет.